Ассаламу алейкум, құрметті Erner Education YouTube арнасының көрермендері, сіздермен жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, мен Смабек Erner Маратбекұлы. Құрметті достар, бүгінгі видео сабақты соңына дейін көруге кеңес беремін. Өйткені бүгінгі видео сабақта қаржылық сауаттылық ғылымының ең маңызды сабақтарының бірін өтетін боламыз. Бүгін Аллаға шүкір 25-ші сабаққа келіп жеттік, және де 25-ші сабақтың тақырыбы бай болғың келсе көбірек қателік жаса деп аталады. Жалпы мен өзім үлгі тұтатын әйгілі бизнесмен, Қазақстандағы ең мықты кәсіпкерлердің бірі Марғұлан Сейсенбай деген ағамыз былай дейді. Негізінен ол жас кәсіпкерлерге көптеген кеңес береді. Соның ішіндегі ең керемет кеңесі маған жалпы өзіме қатты ұнайтыны, өзім ұстанып жүрген былайша айтқанда кеңесі мынадай. Не изучайте чужие успехи, успехи уникальные дейді. Их повторять невозможно. Изучайте чужие ошибки, ошибки типичные, и каждый может повторять их. Яғни, бір сөзбен айтқанда, басқа кәсіпкерлердің өміріне қызығып қарап, олардың жеткен жетістігін талдап қажеті жоқ дейді. Олардың қателіктерін зерттеңдер және сол қателікті қайталамауға тырысыңдар дейді. Дәл осы айтқан сөзі Марғұлан ағамыздың маған өте қатты әсер етті, және мен бұны өзім қазір басшылыққа алып жүрмін. Бүгінгі 25-ші сабақтың жалпы тақырыбы қателік көбірек жаса болғандықтан, негізінен қателесудің өте адамға пайдалы екендігін мен айтқым келіп отыр. Неге? Себебі адам егер қателік жасаса ғана, онда ол өзінің қателігінен сабақ алатын болады. Ал кім қателік жасамайды, ондай адамдар қателік жасаудан қорқып, еш уақытта қандай да бір жаңа дүниені жасап көрмейді. Сол себепті әрбір іс жасаған кезде, кез келген істі бастаған кезде қателік міндетті түрде болады. Оны өздеріңіздің миларыңызды алдын ала автоматтандырып алыңыздар. Яғни қателік жасамай бір істі жасау ол мүмкін емес. Әрбір істе қателік болады. Бірақ бұл жерде маңыздысы мынау. Сол қателікті жасадың ба, сол қателіктен сабақ алу өте маңызды. Егер адам бір қателікті жасап, одан соң сол қателікті тағы да жасайтын болса, онда ол адам ақымақ адам деген сөз. Ал егер сол қателікті үшінші рет жасайтын болса, онда ол адам нағыз, былайша айтқанда топас адам деп айтуға әбден болады. Сол себепті бұл жерде ең маңызды нәрсе, қандай бір істе қателік жасасаңыздар да, сол қателіктен сабақ алу керек, және екінші рет оны қайталамау өте маңызды. Қарапайым ғана бір мысалды алатын болсақ, мәселен кішкентай бала өзінің сәби кезінде жүруге талпынады, еңбектейді, одан соң аяқпен жүреді. Ондай кезде бала бірден жүріп кетпейді ғой. Ол бірінші істейді, құлайды. Одан кейін құлағаннан кейін қайтадан тұрады, одан тағы құлайды. Міне осылай құлап тұрып, сөйтіп ол ақыры жүріп үйреніп кетеді. Міне дәл сол секілді бизнес жасаған кезде де, өмірде жалпы қандай бір саланы меңгерген кезде де адам бірінші құлайды, яғни қателік жібереді. Бірақ үлкен адамдардың кішкентай балаларға қарағанда кемшілігі сол, олар бір қателік жасады ма, болды деп жаңағын тастайды да, енді қайтып оған жоламай кетеді. Ал кішкентай баланың мысалында егер сол бір құлағаннан кейін жүрмей қалатын болса, онда бала еш уақытта былайша айтқанда жүріп үйренбейді ғой. Міне дәл осыны тереңірек түсінген жөн. Және де тағы бір мысал, велосипед айдағанда бәріміз алғаш рет не істедік? Бірінші айдаған кезде құладық. Одан соң қайтадан айдадық та қайтадан құладық. Міне осылай құлап тұрып, олда да сөйтіп үйреніп кеттік. Сол себепті әрбір істе қателік міндетті түрде болады. Бірақ маңыздысы сол қателіктен сабақ алу өте маңызды. Қаржылық сауаттылық ғылымында бұл неге маңызды десеңіздер, жалпы қаржылық тәуелсіздікке жету үшін, бизнес жасау үшін, инвестиция әлемінде жалпы қателіксіз мүлде болмайды. Міндетті түрде қателік болады, бірақ сол қателіктен сабақ алып, ақша жоғалтудан қорықпай, одан кейін қайтадан былайша айтқанда мықты болып, сол қателіктердің орнын толтырып, орала білу өте маңызды. Сол себепті қаржылық сауаттылық ғылымының 25-ші сабағы жалпы қателікті көбірек жаса, және сол қателіктен сабақ ал болды. Мен сіздерге өзімнің бар білімімді, тәжірибемді бөлісіп жатырмын. Менің тәжірибемде де көптеген сондай қателіктер болды, бірақ мен сол қателіктерді қайтадан жасамауға тырысып, былайша айтқанда қазір Аллаға шүкір істерімді жақсы жүргізіп жатырмын. Сол себепті барлықтарыңызға берер кеңесім, ең біріншіден байлардың, мәселен жетістікке жеткен адамдардың қандай да бір өмірін зерттейтін кезде, олардың Марғұлан Сейсенбай ағамыз айтпақшы, қателігін бірінші зерттеу керек, және сол қателікті қайталамауға тырысу керек. Өздеріңіз жасап жатқан кезде қателік жасайтын болсаңыздар, сол қателіктен сабақ алып, екінші рет соны жасамауға тырысу керек. Егер менің бүгінгі берген білімім, жалпы бүгінгі сабақ, сіздерге 25-ші сабақ ұнаған болса, сіздер де егер қателік жасап жүрген болсаңыздар, кәсіп бастаған кезде қандай да бір қателік жіберген болсаңыздар, астындағы пікір алаңына бөлісе кетіңіздер.
Және ең бастысы менің видеома лайк басып, қолдап, өздеріңіздің қолдауларыңызды жазыңыздар. Сонымен қатар видеоны достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мен білімдерімді толықтай сіздермен тегін бөлісіп жатырмын. Оны сіздер достарыңызға жіберу арқылы, былайша айтқанда оларға жақсылық жасайсыздар. Менің миссиям білім ал, бәрін біліп ал, білгеніңмен бөліс және биіктерді бірге бағындыр. Ендеше биіктерді бірге бағындыру үшін менің YouTube арнама жазылып қойыңыздар және достарыңызбен видеоны бөлісе отырыңыздар. Келесі қаржылық сауаттылық ғылымының 26 сабағында кездескенше, сіздермен бірге болған жас ағартушы мен Спабек Ернар Маратбекұлы. Сау саламатта болыңыздар.